Қазақтан шыққан сусын қымыз. Ассалаумағалейкум. Сіздермен тағы да Қазақбай арнасы. Біздің видеоларға лүпіл басып, достарыңызбен бөлісіп, астына күшті бізге ұнайтын пікірлер қалдырып кетсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Американың байырғы заманнан ішетіндері виски, скотч, бренди, тағы басқа. Ал Европада вино, сыра, армяндарда коньяк, орыстарда арақ, ал қазақтарда әрине қымыз. Біздің байырғы заманнан келе жатқан ұлттық сусынымыздың бірі, кеңес өкіметінің қазаққа келтірген мың зиянының бірі қымыздың орнына арақты пайдаландырып қанымызға сіңдіріп жібергендігі. Бұған дейін қазақ үшін арақ тұрмақ оның иісінің өзінен жиіркенетін. Сол зияннан әлі де құтыла алмай келе жатқанымыз рас. Оған қоса неше түрлі химиялық есірткілер де пайда болды. Жарайды, ол әзірге біздің тақырып емес. Сонымен, өткен роликте айтып өткеніміздей, жылқыны алғаш қолға үйреткен қазақ дедік қой. Сәйкесінше, қымызды да алғаш дәмін татып көрген осы қазақ ұлты. Археологиялық зерттеулердің нәтижесінде қазіргі шығыс Қазақстан жеріндегі Ботай қонысынан энеолит дәуірінде аттардың бас сүйегінен бөлек қыш құмыралар да табылған екен. Ол жай қыш құмыра емес, түбінде қымыздың майының қалдығы қалған арнайы қымыз сақтайтын құмыралар болып шықты. Оны біздің ғылыми орталықтар ары зерттеп, бері зерттеп, не нәрсе екенін біле алмай, Ұлыбританияның лабораториясына жібереді. Сол жақтан жылқының сүтінің майы қымыздың қалдығы деген нәтиже шығарады. Әлем тарихшыларының ғылыми зерттеулері де осы қымыздың қазақ ұлтынан шыққанын дәлелдейді. Қымыз қалай пайда болған? Көшпелі қазақтар жылқының сүтін тері ыдыстарға қойып қоныс тепкен кезде терідегі сүт азанды кешке шайқалып тұрғандықтан өзіндік сипатынан қымызға айналған. Оның дәмін көріп, қарын тойғызып, әрі күш қуат беретін қасиетін байқаған қазақ қымыздың түрлі дайындау әдісін ойлап шығарады. Міне, бүгінгі күнге дейін ата-бабалардың бізге қалдырып кеткен мұратын пайдаланып, тәніміздің саулығына ішіп жүрміз. Ал енді бір қызығы, қазіргі қымыздың иесі неміс ұлты болып шықты. Олар зерттеп, адам тіршілігіне зор пайдасы барын біліп, заңды түрде патенттеп алғысы келеді екен. Қырғыздар бір жақтап, қымыз біздікі деп таласуда. Десе де, басқа ұлттың осындай олқылықтарына ішің ашиды. Бірақ бізге ауыз көпіртіп, сөз таластырғаннан еш пайда жоқ. Тарихтың терең тамырлары қымыз қазақтың сусыны екеніне алып келеді. Сол себепті ұлтымыздың ұлы құндылықтарын басқа ұлтқа иемдеткізіп қоймай, қастерлеп жүруіміз керек, ағайын. Бүгінге осы. Ары қарай не істеу керектігін өздеріңіз білесіздер. Лүпілді басып жіберіп, қоңыраушаны қосып жіберіп, ары қарай басқа видеоларды көре берсеңіздер болады. Сау болыңыздар.